Айбек Қоңырбай Беркінбайұлы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жаңадария ауылында дүниеге келген. Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университетінде филолог мамандығы бойынша дәріс алған. Бүгінде асабалық қасиетінің арқасында киелі өнерге қадам басып, соңғы жазылған әдемі әні халық арасында хитқа айналды. Айбек, қайырлы таң. Қайырлы таң. Жаңа үйге қош келдің. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй өте керемет. Жақсы, ендеше сұхбатымызды бастайық. Биыл әдемі атты әнді халыққа ұсындыңыз. Енді осы жайлы айтып берсеңіз. Әнді не себепті әдемі деп қойдыңыз? Кімге арнадыңыз? Бейнебаянды кім түсірді, қалай түсірілді осы жайлы? Негізі бұл ән француз ұлтының әні ғой. Әдемі деп қойған себебіміз әннің өзі әдем болды. Оның шығу тарихының өзі әдем болды. Себебі осы Алматыда бір жаңағы бағдарламаға түсуге кетіп жатқан кезде жолдан естіп қалдық таксиден. Содан жалма-жан телефонды алып, диктофонға жазып алып жатырмыз әннің әуенін тыңдап алайық деп. Одан кейін Қызылордада жүрген кездерде тағы да бұл әнді клубта билеп жатыр екен жастар. Сол кезде қарап отырдық, қарасақ, енді шетелдің әніне қазақтың қыздары билеп жатыр әдемі. Қарап отырып, сол жерден ақын досымыз бар, Оразхан Сейілханов деген. Сол бәріміз бірге отырған кездерде осы әнді неге қазақша жазбасқа? Қарашы, қазақтың әдемі қыздар билеп жатыр. Сол моменттен, сол тұста бірден шықты. Ондайша жазайық, әннің де аты әдемі болсын. Тек осы қыздарға арнап жазайық. Содан басталып кетті. Яғни музыкасы дайын ғой? Музыкасы дайын. Рұқсатын алдыңыз ба? Рұқсатын алдық. Осы Алматыдағы авторлық қорғау соған арқылы біраз жүріп қалдығанда сөйтіп барып алдық. Қазір ән етене танып кетті ғой. Яғни француз нұсқасында емес, қазақша нұсқасында билесіңдер деп. Біз өзіміз ойладық, шетелдің нұсқасында емес, сол әнге билеп жатса қазақшасына билесін деп. Қазір шынымен де қай жерге барайық, қай клубқа барайық, қай орын болса қазақшасына билеп жатыр. Айбек, енді қазақ сахнасына жалпы өзінің шығармашылығымен қадам басып келе жатқан әншісің. Жалпы осы ән айту, сахнаға деген талпынысың қай кезеңнен бастап өзіңде пайда болды? Әлде жастайынан ба? Негізі Нұреке әудемейтін қазақ болмайды ғой. Не? Әудемейтін қазақ болмайды. Бұл енді талпынысымыз сол кішкене кезімізден, бала кезімізден өзіміз ауылда тұрдық. Сол ауылда үлкен ағаларымызды, әншілеріміз көріп өстік, еліктеп өстік. Солардан ән айтып, соларда жанында тіптен мектепте тәрбие сағат деген болады, оны білесіздер ғой. Сол кездерде тәрбие сағатында скетчін ойнап, ән айтып, солай армандап өстік қой. Сол енді қалаға келгеннен кейін қазірді ауылдың той томалағы дейсің ғой. Ауылдың той томалағы, ауылдың палатасының тойлардың барлығында өзіміз қатысып жүрдік. Одан кейін оқуына түстік, студент кез болды. Сол кезде іс-шараларға қатысып жүрдік. Одан кейін қазіргі әнімізді айтып жатырмыз. Одан бергі өзім менің мамандығым әнге қатысы жоқ, қазақ тілі әдебиеті маманы. Сондықтан өзім қазір асаба болып жұмыс жасаймын. Содан кейін асаба болып жүргеннен кейін неге ән айтпасқа деп әнді тіптен осы жарыққа шығарайық, жақсы әнді іздейік деп осы әндер жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Айбек, өзіңіз жақсы білесіз, әншілер қазір екі топқа бөлінді. Біреулер арзан құнды, сөзі қайталанатын, мән мағынасына назар аудармайтын әндер бар, иә? Ол әндер әрине тойда айтылады, ақша жақсы алып келеді, ал екінші әншілеріміз мәніне, сөзіне, мағынасына қатты ерекше көңіл бөледі. Және де тойға емес, арнайы өздеріне, еліне, халқына деп жазады. Сіз осы топтың қайсына жатасыз? Енді мен мынаны қолдаймын, мынаны қолдамайын деп айта алмаймын. Әрқайсының өзінің еркі ғой. Енді менің өзімде көп әнде жоқ, бірақ әндерім екі топтың әні бар. Мән мағынасына көңіл бөлесіз бе? Бөлем. Әнге де бөлемін, сөзіне де көңіл бөлем. Енді өзің жағы тіл әдебиеттің маманысың. Иә. Сондықтан тыңдағанда не айтып тұрған деген емес, өзім үшін, енді бұл әркім өзімнің пікірім, әніне де, сөзіне де жақсы тыңдалатын, жақсы әуені халық бір жалықпайтындай тыңдалатын ән болса деп солай іздеймін әнді. Енді қазіргі таңда өзің білесің, ғаламтор өте дамып тұр. Қазіргі таңда бір ән айтып, оны видеоға түсіріп, YouTube'ға салып,
танымал болып кетіп жатқан әншілер де аз емес, иә? Иә. Оны өзің білесің. Осы тұрғысында қалай өзіңнің пікірің? Енді ол қазақ атамыз біліп айтып кеткен ғой. Атың шықпаса жер өртел деп. иә. Сондықтан да енді ол мынаны дұрыс деген дұрыс емес деп айта алмаймын. Өзімнің пікірім бәрінікі дұрыс. Ең бастысы пайдалы жағынан болса, зиян тимейтін болса, осы әйтеуір халықты басқа жаққа үгіттемейтіндей, осы әйтеуір тәлім тәрбие алатындай болып жатса, барлық құба-құп әркім танылсын, танылған дұрыс. Өзім солай ойлаймын, өзім пікірім. Осы күндері ел болып, мешін жылын қорытындылаймыз. Сізге бұл жыл несімен ерекше болды? Қандай қателіктер жібердіңіз? Несіне алғыс айтасыз? Мешін жылы маған өте жақсы жыл болды. Молымен болды ғой, Молымен болды, Аллаға шүкір деп айтайық. Енді өзімнің жеке басыма келетін болсам, жаңа қонысқа кірдім. Құттықтаймыз. Рахмет. Одан кейін осы әдемі әні жарыққа шықты, бейнебаян түсірдік. Көптеген бағдарламаларға түстік. Оның бірі кеше соңғы осы өздеріңіздің хабар арнасының Қызықтаймыз бағдарламасына қонақ болып шақырылдым. Осы ән арқылы жалпы бір облыс емес, біраз жерге танылып қалдық, біраз жерге шығып жатырмыз. Тіптен Құдай қаласа, осы Алматы облысына биыл қоныс аудару ойда болып жатыр. Осының барлығы сол мешін жылының табыстылығының, жемістілігінің арқасы деп білемін. Сәтті болсын. Жалпы енді мешін жылы қайда қарсы алғанын сұрамай қойын, бірақ осы алдағы жылды қайда қарсы аласың, не істейсің? Алдағы жылы Құдай қаласа Қызылорда облысында қарсы аламын, туған жерімде. Себебі сол облыстан көптеген анандай айтамыз ғой, тапсырыстар, ұсыныстар алып отырмыз. Шыны керек, қол босамайын деп тұр. Әдеттегідей. Сояқта боламыз. Ал келер жылға жоспарыңызды дайындап қойған шығарсыз? Келер жылға Құдайға шүкір, біраз жоспарлап жатырмыз. Алла бұйыртса, жаңа әндер жазылып жатыр, студияда дайындалып. Танымал әншілермен, ағаларымызбен, достарымызбен дуэт жазу қолдап жатырмыз. Сосын өзіміздің жергілікті әнші бауырларымызбен де ән жазу дайындап жатырмыз. Жаңа бейнебаяндар, жаңа түсірілімдер, жаңа концерттерге қатысуға жоспарлап жатырмыз. Енді Құдай қаласа оның барлығын өзінің кезегінде, өзің ретінде міндетті түрде Құдай қаласа студияға келіп өздеріңізбен бөлісетін боламын. Жақсы, міндетті түрде сенішісін сұрай жатарсыз. Құдай қаласа. Айбек, шығармашылығыңа табыс тілеймін. Амин, рахмет. Жаңа жыл саған табыстар әкелсін, сәттілік әкелсін. Ал біздің көрерменге бір ауыз тілегің болса мархабат. Жаңа күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Шығармашылық табыс тілеймін. Жасай беріңіздер, өсіңіздер, өніңіздер. Бәрекелді, студиямызға келіп қызықты сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, молымен болсын, жақсы жаңалықтар көп болсын. Амин, рахмет. Сіздерге де көптен көп рахмет. Шақырғандарыңызға қонақ болып, жаңа жыл табыс жыл болсын. Рахмет.